Sектör. Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 81 жыл толуына орай Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің ескерткішіне гүл шоғы қойылсын. Soyulsun жалғызсыз соғыс деген, оқтаусы мәңгілік жойылсын. Бомбаның орнын тегістеген, күректер музейге қойылсын. Бүгінгі жиынға қатысушылар, құрметті мектеп ұжымы, құрметті оқушылар, бүгін біз кеше ғана өткен сұрақты соғыстан кейінгі қайтқан, осы соғысқа аттанған осы ауылымыздағы мінекей бір емес екі емес 66 аталарымызға қойылған ескерткішке тағзым етуге келіп отырмыз, гүл шоғын қоюға келіп отырмыз. Бұл деген бүгінгі күндегі ұмытылмайтын үлкен ерлік. Сол күнгі аталарымыздың жанкешті соғысқа қатысып, қан төгіп, бүгінгі бізге бейбітшілік өмірді алып бергендеріне өмір бақи ұмытпаймыз, өмір бақи жадымызда сақтаймыз. Жойылсын жалғызсыз соғыс деген, оқтаусы мәңгілік жойылсын. Әлемнің